Сәлем баршаңызға, Динараның асханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ерекше дәмі өте дәмді осындай тағам дайындайтын боламыз. Ол үшін маған лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырып отырыңыз. Алдын ала етімізді жұқалап, солонка қылып, ірі кубик қылып тураймыз. Жұқа болу керек. Етіміз майлы болса, майлы жерлерін алып тастаймыз. Етімізді турап болғанымыздан кейін осындай ыдысымызға саламыз. Бір жуамызды ірі кубик қылып турап аламыз. Туралған етімізді қызып тұрған табамызға саламыз. Оның үстіне жуамыз салып 20 минутқа бөктіріп қоямыз. Оның үстіне өзіңіздің қалауыңызша дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Мен қара бұрыш, қызыл бұрыш қостым. Үстіне 2-3 қасық соя қосып, тұз салып араластырдым. Осылай еттің суы шығып қайнайды. Үстіне 2 огурцы видеода көрсетілгендей жіңішкелеп тураймыз. Оның үстіне сладкий бұрыш қостым, мен ірі кубик қылып қосамыз. Өзіңіздің қалауыңызша қоссаңыз болады. Дайын болған етті массамыздың үстіне осылай огурцымызды, сладкий бұрышымызды қосамыз. Үстіне капуста қоссаңыз да болады. Ол да өте дәмді шығады. Енді күрішімізді дайындаймыз. Жуылған күрішімізге мұздай су құямыз. Күріш пен судың аралығы 2 сантиметрдей болады. Үстіне тұз, 1,5 қасық, үстіне сұйық май қосып осылай араластырдым. Қатты қайнағанша күтеміз. Қатты қайнап суы тартылғаннан кейін астын қайтарып 20 минутқа басып қоямыз. Осылай қасықтың екінші жағыменен тесіп бетін жауып қоямыз. Етті массамыз дайын болды. Үстіне ас көп қосамыз. Өзіңіздің қалаған көкөністерді қоссаңыз болады. 5 минуттан кейін осылай дайын болады. Күрішіміз дайын, 20 минут тұрды. Енді осылай әдемдеу үшін мен кесеге, формасын шығарушы кесеге салатын боламын. Дайын массамызды күрішіміздің шеттеріне қойып шығамын. Өте әдемі болып шығады. Үстіне аскөк қойдым. Өте дәмді, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Кешкі асқа өте тойымды болады. Жанұяларыңызға ұнайды деген ойдамын. Маған тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий күтемін.